Ит жоқ. Саламатсыздар ма? Өнер мектебінен ғой, әпке. Сәлеметсіз. Біз мына Талдықорғаннан өнер мектебін ашып жатырмыз. Ішінде домбыра үйірмесі бар, би үйірмесі бар. Соған енді дарынды балалар бәрі ауылда ғой қазір. Қайсы бала шағаңыз қайда? Міне осы үш қызым. Үш қызыңыз? Иә. Ағам жоқ па үйде? Жоқ, қайтыс болып кеткен қыз. Кешіріңіз. Иманды болсын. Рак ауруынан аяқ астынан қайтыс болды ғой, 15-ақ күнде. Қыркүйек айында открытиясы болады. Айына бар жоғы 20 мың теңге. Енді сіздерге тегін десек те болады. Bir қызыңыз болсын, екі қызыңыз болсын. Сіз үлкен қызсыз ба? Екінші қызым, 4 балам бар, мен бір қызым тұрмыста. Мұнда квартира ма? Квартира. Жалдап алмау, иә? Иә. Қыркүйекте енді қызыңызды қалай алып келесіз енді мектепке? Біздікі Талдықорғанда. Енді ана үйлерде енді машиналар бар, сіздерде машина жоқ енді. Енді бұдан былай қызыңызды Талдықорғаннан Примға апарып берсеңіз болады. Өйткені Қарекет қорының баспананың кілті 3 бөлмелі үй. Көш халимош, ала ғой жаным, ал. Сен ғой үй тосып жүрген. Келе бай. Ала ғой. Саған міне үй беріп жатыр. Жаңа үйлерің бар енді Талдықорған қаласында. 1461 баспананың иесі Құдайбергенова Гүлшат ханымға отбасы табысталады. Рахмет. Мынау сізге. Ал баспаналарыңыз құтты болсын. Елназ. Мінекей мынау сіздердің үйлеріңіздің сертификаты, Құдай қаласа. Мен де басыма осыным келді. Иә, мінекей. Рахмет. Олай болса, не тұрыс? Жаңа баспанаға барайық? Талдықорған қаласына жаңа баспанаға көрейік. Талдықорған қаласына? Иә, Талдықорған қаласында. Машаллах. Бұдан бұлай қалада тұрасыздар, бұндай ауылда емес. Ал, құтты болсын ал. Келіңіз, жіберіңіз балаларды. Машаллах. Құтты болсын. Үй көңілімнен шықты, өте ұнады, таза, өте сондай тамаша үй. Өзім аңсап жүрген баспанама Аллахтың қалауымен, одан кейін Қарекет қорының арқасында жеттім десем де болады. Рахмет сіздерге. Мен бүгін Қарекет қолынан анамыз екеуміз баспаналы болып отырмыз. Ең бірінші Аллахқа, екіншіден халыққа, үшіншіден Қарекет қолынан мың алғысымды айтамын. Біз анашым екеуміз осы үйді қанша жыл күттік. Осы күн бүгінгі күнге таяп тұр екен. Мыңда бір шүкіршілігімді білдіремін. Рахмет. Ал құрметті қазақ елі, 200 күнде 200 баспана жобасымен мінекей тағы да бір отбасы үйлі болып жатыр. Аллаға сансыз шүкір, халыққа көп-көп рахмет. 200 күнде 200 баспана жобасына халыққа көмектесем десеңіздер, Каспий қосымшасына кіріп төлем жасасаңыз болады, Қарекет қоры деп жазсаңыздар болады. Қарекет жасай берсін, қазақ ел аман болсын. Қарекет халықтың қоры. Қарекет халықтың қоры.